феминизм деген не деген сияқты. Қазақстанда бүкіл жерде экологический катастрофа. Менопауза туралы айтамыз қазір. Ұлдар вообще керек емес болатын еді. Балаңды туғаның үшін сен кінәлісің. Бүгін қонақта Гүлзада. Басты лесбиян десе. Иә, басты лесбиян. Бағиладың айтуынша басты лесбиян. Өз құраушысы жаңа феминитаның. Веган. Политикалық белсенді деп айтуға болады ма? Саяси белсенді, иә. Саяси азаматтық белсенді. 8 қырлы, бір сырлы. Аяйсың ба сөзді айтсыншы. Филантроп, плейбой. Алма Оразбаеваға шай құйған деген сияқты. Назипаның мен бірге жаңағыдай. Иә. Дәріс тыңдаған деген сияқты. Айттың ба деген сияқты. Асылдың сынығы, көненің көзі деп. Көненің көзі. Гүлзада отыр енді арамызда. Келгеніңізге қуаныштымыз. Сразу тақырыбымыздан бастап кете берейік. Қалай веган болдыңыз? Вегандыққа мен негізі өтті. Бүгін сіздердің сұрақтарыңызды көрдім де, ойлансам, ұзақ уақыт келді. Мен негізі вегетариан болып бастадым енді. Классикалық, мен бірдеңе жасасам, ылғи классикалық жолмен жүрем. Тәлімгерлік алуға бір университеттің мұғалімдерін айтпақшы, университетте сабақ берген деген тағы бір қырым бар. Сол кезде бізді жаңағыдай 17 ма университеттің мұғалімдері, қызметкерлерін ақш-қа барғанбыз. Біздің болашақ жіберген, болашақтың бағдарламасымен. Сол кезде Америкада жаңағыдай еттердің түрін көрдім. Мен негізі қазақпын ғой енді. Еттің мысалы барлығын білемін де, қалай болады, дәмін, мысалы қандай малдың еті бәрін, мысалы мен қазақ болғандықтан көріп өскесін. Өте жақсы білемін. Ана жердегі ана етті көрдім де, ойбой, мынау ет емес, айналайындар дедім де, мен вегетариан болдым. Сосын бір фильмдер бар ғой, бір жаңағыдай Земляне сияқты ма? Иә, сондайларды көрдім. Сосын жаңағы ана еттің түрін көрдім, сөйттім де, ой құрсын дедім де, вегетариан болып кеттім. Сөйтіп біраз жыл бойы вегетариан болып жүрдім. Вегетариан болып енді Қазақстанға қайтып келдім ғой, ол 2013 жылдары болған. Сосын Қазақстанда қиын болды негізі вегетариан болудың өзі. Веган былай тұрсын. Вегандық туралы мен жаңағы ЛГБТ бір іс-шараларында көбінесе жаңағы лесбиян әйелдердің көбісі вегандар ғой. Солардың арасынан көріп жүрдім, бірақ енді аса жаңағыдай уағызға тап болған жоқпын. Сосын жаңағы вегетариандығымның өзін зорға алып жүрген адам. Әлдеқандай болып мысалы бір іс-шараға барсаң, ойбай маған етсіз тамақ деген сияқты айтасың ғой. Енді мысалы біздің ана әйел ретінде жұрттың ыңғайын жасау деген табиғатымыз бар. Оған қоса жаңағы әлгі жерде өзіңше болып менің тамағымды бүйтіп жасаңдар деп айтуым керек болады. Сөйтіп жүрдім. Сосын бір күні бір әйелмен бірге тұра бастаған кезімде ол әйел жайлап мен қайттан етке алып келді. Енді ол жерде обратный пропаганда жүріп кетті. Қайттан пропаганда жүрді. Ана аргументім бар ғой, американдықтардың еті ет емес, ана капитализмнің шыңырау шегіне жеткен, консюмеризмнің шегіне жеткен елдегі еттер құрып кеткен. Менің қатысып жүрген бағдарламаларым бар ғой, олардың барлығы біздің Қазақстанның экономикасын сол консюмеризмге, капитализмге келу дегеннің өзі ішінде жүрмін мен. Мен негізі сөйтіп бір комплекс түрде өзімнің не істеп жүрмін деген сияқты сұрақ қоямын да өзіме. Сонда мен негізі сол Қазақстанды капитализмге көшіру экономикасын сондай қатысқан екенмін. Сол кезде сөйте жүріп соған енді мен мысалы өзімнің жасап жүрген нәрсемді түсінген кезде негізі жақтырмайсың ғой енді. Мысалы отаршылық, консюмеризм, капитализм деген нәрселер егер зерттеп қарасаң, негізі біздің мысалы феминистік
өзіміздің табиғатымызға қарсы. Сөйтіп келе жаттық та бір күні жаңағы әйелмен ажырасқан кезімде қайтадан анау веганыма көшуге мүмкіндік туды да қуанып кеттім жаңағыдай. Енді мен негізі жұрттар мысалы бір ажырасып бүйтіп жатқанда қайғырады ғой. Сіз мәз болып жүрсіз ба? Мен мәз болған себебім енді ешкімге қарамай веган болуға әйтеуір өзіммен өзім қалып, өзім жаңағыдай тамағымды өзім пісіріп. Негізі веган болған өте маған ұнап жүр. Ұнайды. Баяғыдан соған қолым жетпей келе жатқан. Өйткені жаңағыдай қоғамдағы басқа адамдардың қажеттілігін, солардың жағдайын ойлап көшпей жүргем да. Немесе басқа адамдардың жағдайына ыңғайсыздық тудырмайын деп жүргем. Сосын одан кейін сіздердің бір сұрақтарың жаңағыдай біздің феминитаның іс-шараларын вегандыққа көшірдік қой. Ол жерде де біз шамалы бір конфликттер болды. Бір өкінішісі ол жерде жаңағы трансбелсенділермен қырылысып қалдық. Мен есімде. Трансбелсенділермен қырылысып қалған себебіміз біз іс-шараны жасаған кезде мені мысалы жаңағыдай дәстүрлі құндылық деген түсінік бар ғой. Мен мысалы дәстүрлі құндылықты өзіміз жасағымыз келеді. Сонда мысалы бәріміз жиналып бір іс-шарада отырғанда қосылып тамақ ішкім келеді. Сол кезде біздің веган әріптестер бөлектеніп отыру керек болады. Өйткені енді олардың қасында соғып ет жеп отқан адамдармен отыра алмайды ғой. Енді сөйтіп екі бөлініп қалады. Біздің іс-шарада жүрген кісілер. Сол маған мысалы ұнамады. Енді біз өзіміздің қолымызда тұр. Жаңағыны ұйымдастыру, тамақты беру өзіміздің қолымызда. Сондықтан бір қонағың бөлектен үш адам былай отырады, қалған 6-7 адам былай отырады. Әңгімеміз мысалы қосылып әңгіме айтқың келсе, мысалы вегандармен қосылып айта алмай қаласың да. Сөйтіп сол нәрсе маған қатты ұнамай жүр. Біздің іс-шараны ұйымдастырғандағы сол мәселе. Сосын бәріміз бірдей отырып, арқа-жарқа отырып тамақ ішетін жағдай болу үшін жаңағыдай біздің іс-шарадағы бүкіл тамақты веганға көшірейік деген сияқты ұсыныс жасаған бар. Сөйтсем кейбіреулер ойбай ет жемесем болмайды деген сияқты. Енді басқа уақытыңда барып біздің іс-шарада жемей-ақ қой енді. Басқа жерде мысалы өзіңмен үйіңде таңертең кешке біздің іс-шара жоқ жерде етіңді жейсің ба, басқа қаласың ба? Біздің шарада болмайды десек, әлгі жерде жаңағы қырғын ұрыс төбелес. Еще сөз түсінбейді да. Қалай былай айтып жатырық қой, бізде жаңағы ужин, обед, завтрак бар ғой. Сол завтрак, солар ғана не болады? Еще қолдарыңызға андай не деп айтады? Бір жаққа барған кезде береді ғой бір ақша. Дневной бір ақша береді, стипендия сияқты ше. Осыған қатысып жатқан 3 күнге бөлек береді. Сен сол ақшаға барда өзің даладан білген затың же, бірақ осы феминитаның жаңағы қазіргі құндылығы, іс-шарасы, басында ол еще условия болып жазылып тұр ше. Типа бүкіл стол веган болады. Саған келіп алып жаңағы жаңалық қылып ешкім айтып отқан жоқ, бұрыннан уже айтылып жүрген нәрсе. Іс-шараның кезінде бәріміз бірге отырып тамақ ішу біз үшін маңызды болып тұр. Өйткені жаңағы әңгіме бөлініп қалайын. Мысалы, Ақторғын өзінше отырады да, сіз екеуміз бөлек отырған сияқтымыз да, бірақ бір жерде жүргендіктен сол енді мысалы дәстүрлі құндылық деп айтып отқанымыз сол. Сол негізі мысалы біз шынында транс адамдар өте қатты тепкі көріп жүргенін айтуымыз керек. Оның үстіне жаңағы жығылғанға жұдырық болып, жаңағы сен былай істейсің деп артық бір шарт қойғың келмейді. Мына жерде енді вегандық шартты қойған себебіміз бұл жерде мысалы біз көптеген веган кісілерді неге шақырдық та, біздің неміз бар ғой. Мысалы әйелдердің саясаттағы орны деген сияқты бір шараларымызда бізге лектор болып келіп, мысалы Ақторғынның өзінің біршама лекциясын, дәрісін тыңдадым жаңағы веган туралы. Сосын жаңағы Әйгерім Ш деген бар ғой, соның несін тыңдадым. Сөйтіп енді мысалы бұрын мен жаңағы әшейін үстіртін сөйтіп алатын едім жаңағыдай веган деген не екен. Кейін теориялық түрде біраз нәрсе естідім. Енді мен мысалы лекцияны оқыдым. Менде ешқандай аргумент қалған жоқ веган болмау деген аргумент жоқ. Егер де мысалы сол лекцияларды, сол дәрістерді
көңіл қойып оқыса, тыңдаса біздің нелер, мысалы біздің қауымдастықтың адамы бар ма, қоғамдағы кез келген мысалы феминистік жаңағы осы қауымдастықта жүрген қыздар, әйелдер, басқа да біздің замандастар соны тыңдаса, ол жерде неше түрлі аргументтер айтылған, оның бәрі көңілге қонымды. Енді мысалы басқа жол қалмайды. Сосын мен мысалы қазір ойлаймын, жаңағы феминистер енді мысалы бір алда мақсат болу керек қой. Ол қозғалыс болғаннан кейін қозғалыстың бір мақсаты бар, жететін жері бар. Мен ойымша ол бір матриархатқа келеміз. Матриархатқа келген кездегі сол матриархат деген нәрсені біз түсіндіруіміз керек та қазір. Сол матриархатты түсіндірген кезде матриархатта барлық адам веган болады мысалы деген сияқты соны біз көз алдымызға елестетуімізге болады қазір. Матриархат деген не деп сұрайды, мысалы бізден ылғи сұрайды, феминизм деген не деген сияқты. Сол сияқты матриархат деген не дегенде ол жерде барлық адам веган деген сияқты түсіндіре аламыз. Ол бір бөлігі. Сол сияқты басқа да басқа, мысалы андай шешім қабылдау қалай болады, қалай мысалы ресурстар бөлінеді, ресурсты қалай пайдаланамыз, соның бәрін философиясын, соның бәрін жаңағы өнерді, сосын ғылымды, басқа нәрселердің барлығын ыңғайлаймыз ғой. Енді біз мысалы жүйені өзгертіп жатырмыз да. Бұрынғы патриархалды жүйе бізге адамға және басқа қоршаған ортаға өте ыңғайсыз екенін түсіндік. Сондықтан біз енді матриархат бірдеңе істеуіміз керек. Жасаған кезде ол қалай болады дегенде түсіндіріп беретін біз сізбеміз. Айтып өтейік соны. Матриархат деген не екенін. Мен андай көп естимін да, бірден айтып кетейінші. Нені матриархатты бір андай патриархаттың просто еркектің орнына әйелді қойып қояды да, қалған ештеңе өзгермейді деген сияқты. Сондай кинолар түсіреді, поп культурада өте көп. Андай бір әйелдермен зеркалка қылып. Зеркалка қылып. Или сондай бір жаңағы комментарияларда да, мысалы тредсте әйелдер дейтін еркектің күндегі істейтін нәрселерін айтып жазып соған мәз болып отырады да. Енді бір қалай андай стресспен не істеусіз, жаңағы справляться етудің бір түрі шығар ол енді. Бірақ соны жаңағы болашағын қылып елестету өте қиын да, себебі дейтін енді көріп тұрық қой зиянды бүкіл нәрселерінше. Сен харасменттен, білмеймін, қоршаған ортаға кәдімгідей потребительский көзқарастан, өзің де қоршаған ортада қиналып жатқанын көріп, сен оны қалай матриархат деп атауға дәтің барады деймін да. Ол матриархат емес қой жаңағы. Жалпы просто еркекті әйелмен алмастырып қою, ол матриархат дегенді білдірмейді, соны айтып кету керек сияқты. Патриархат просто басында әйелдер отыр, дәл сондай. Мысалы Бағила сияқты да. Хотя Бағила да мысалы феминист, ол да өзінің жаңағы бір мақсаттары бар, билікке келгісі келеді. Бірақ билікке келген күннің өзінде де ондай әйел дәл сондай жаңағы патриархалдық көзқараспен шешім қабылдайтын болса, солай сөйлейтін болса, адамдармен қарым-қатынасты солай құратын болса, оның ешқандай айырмашылығы болмайды да. Оны біз матриархат деп айта алмаймыз. Сол үшін жаңағы сіз матриархаттың не екенін өзіңіздің несін айту керексіз, жауапты да. Сол ғой мен айтып отқаным, біз матриархатты сипаттап түсіндіріп беруіміз керек та. Мысалы, ана Екатерина деген патша болған кезі бар ғой, ол патриархат. Әшейін жаңағы патшаның орнына ақылды әйел келді, бірақ патриархат үшін жұмыс істеді. Жаңағы бір құдайды не қылып қойып, соған сену керек, басқа нәрсеге сенбейсің, жаңағы иерархиялық түрде. Немесе ағылшын отаршылар. Ол жерде де королева болды, бір Елизавета бар ғой, Елизавета бірдеңе. Мысалы жаңағы еркекті алып тастап орнына әйел қою деген міне сол. Ол патриархат өзгерген жоқ, сол күйі қалды. Біздің айтып отырған матриархатымыз мүлдем ол емес. Маргарет Тэтчер емес ол, Индира Ганди емес, тағы кім еді ана бірдеңе бар ғой, бір әйел бар. Бірақ енді ислам дінінде де мысалы әйелдердің енді олар колония ретінде келді. Негізі ол нәрсе емес біздің айтып, феминистердің айтып отырған матриархат ол басқа нәрсе. Енді феминист болғанда қазірде көптеген ойшыл әйелдер айтып жүр. Ол жерде мысалы менопаузаға байланысты.
менопауза мен сіздердің көңілдеріңізді көтеріп берейін десе менопауза туралы айтамыз қазір. Менопауза деген нәрсе мысалы әйелдердің денсаулығына денесіне байланысты нәрселер, физиологиясына қатысты нәрселер онша айтылмайды ғой, иә айтылады. менопауза деген нәрсе. Менопаузаға келген әйел ол ақыл тоқтатқан әйел ғой. Сол олар енді қолдар бос. Сонда олар жаңағыдай олардың ақылы жаңағы коллектив түрде шешім қабылдауға сондай әйелдер жұмсалу керек. көбірек әйел келеді. Мысалы ана жерде бір еркекті құда қылып қоясың да соған табынасың ғой. Ана жерде көпшілік әйел жаңағыдай менопауза жасына келген әйелдер жаңағыдай қағанасы қарқ, сағанасы сарқ, олардың басқа шешім қабылдап барлық нәрсені шешкен кезде солардың ақылы көмектесу керек па? Солардың кеңесі көмектесу керек қой қоғамға. Қоғамда шешім қабылдауға сол әйелдер көбірек, мысалы мен сияқты әйелдер, мен өзім туралы айтып отырмын. Мен сияқты әйелдер, бірақ олардың мысалы жеке басына табыну деген сөз жоқ бірақ. Сонда мысалы зеркалка жасағанда да біз зеркалканы жасай білуіміз керек. Мысалы ана жерде бір адам болса, мына жерде көп әйелдер бірігіп шешім қабылдайды да, сосын жаңағыдай ресурс бөлгенде немесе кімнің не жағдайы қалай болу керек деген нәрсені шешкенде солардың жаңағыдай талқылап шешілген нәрсесі қабылдану керек. Ол да талқылауға салынады ғой. Талқылауға салған кезде былай мысалы енді мысалы мен ұзақ кетіп қалуым мүмкін де біразға шауып енді бір шет жағасын ғана айтып қояйын енді бір қызық тұратын андай хайлайттар. Хайлайты былай жаңа менопаузаның әйелдерін елестетіңіздер көздеріңе, сосын олардың мысалы жеке басына табынбайсыздар жаңағыдай бір мысалы Екатерина патша сияқты бір патша қоюдың қажеті жоқ. Негізі ол жерде ер адамдар да әйел адамдар бәрі енді қоғам болғасын бәріміз бармыз ғой, бәріміз жүреміз ол жерде. Тек қана жаңа шешім қабылдағанда ана кісілердің сөздері енді олардың өйткені біздің қоғам ретінде солардың ақылы бізге өте құнды да, олар жиналып қойған. Мысалы басқа адамдар сосын жұмыс деген нәрсені біз мүлдем еңбек деген нәрсені жоюымыз керек та, өмір сүру дегенмен алмастыруымыз керек. Өйткені мысалы бұл өмірге келген кезде бізде сізден ешкім сұрамайды да. Мысалы сіз ақторғын сен туылғың келе ма деп мысалы шешеңіз немесе әкеңіз сізден ақторғыннан сұрайықшы осы өмірге келгісі келе ме екен келмей ме екен деген сұраған жоқ. Сондықтан сіз өмірге келдіңіз ба? Яғни осы қоғам кішкентай кезіңізден жаңа шамалы ересек жасқа келгенше сіздің бүкіл жағдайыңызды жасау керек та, сіз өмір сүру, сіздің бойыңызда өмір бір жаңа сіздердің тақырыптарыңыз бар, тіршілік деген сияқты. Сіз тірісіз, сізді осы тіршілікке алып келді ғой. Сондықтан қоғам сіздің алдыңызда негізі міндетті. Сіз міндетті емессіз. Ана патриархатты бәрін керісінше қылып жүрген да, жаңағы өзі сұрамаған адамды алып келеді да, сен жұмыс істеуің керек. Неге ол жұмыс істеу керек? Қоғамға пайда әкелуің керек. Қоғамға пайда. Сен біріншіден ол адамны, сен газлайтингтің ең үлкен түрі да, мысалы сен оны туасың, ол бейшара тырбыңдап, оның бүкіл оны тырғып тұрған өмір бір несі бар, жаны бар адам. Сөйтесің да, сен келесің да, сен міндеттісің. Кім айтты міндетті деп? Неге ол міндетті? Ол міндетті емес. Оны өмірге алып келген адамдар міндетті. Солар ғой шешім қабылдаған. Яғни сен соған ананың, мысалы оның денесі нені қажет етіп тұр? Жақсы, өзінің денесіне пайдалы тамақты қажет етіп тұр ма? Соны беру керек, уақытылы. Жасы жеткенше жаңағы біліміңді, жаңағы осы өмірде қоғамды қалай түсіну, жаңағыдай күйзелмеу деген сияқты, бақытты болып өмір сүру дегеннің бүкіл жағдайын жасауға міндеттіміз. Сонда жаңағы ғана әйелдердің кеңесі оны не шешеді? Сонда әркімнің жағдайының бәрінің жақсы болатынын шешіп, мысалы Бағила сияқты әйелдер де
негізі олар жақсы біледі ғой, мысалы кімге қандай тамақ ұнайтынын, кімнің денесі қандай тамақты қабылдайтынын. Иә, отбасында бәрін біледі ғой. Сол отбасын қалай құру керек, отбасында кім бар деген сияқты, қалай тұрып жатыр, соның бәрін шешуге сондай кісілердің ақылы өте қажет. Соны біз енді түсінуіміз керек те, соны орындауымыз керек. Сосын жаңағыдай мысалы енді веганбыз ғой, енді біз веган болғанда енді біз өмірге көзқарасымызды өзгертуіміз керек та, жаңағыдай жан біздің тек қана адамда ғана емес, басқа мысалы құмырсқада да бар, тағы да мысалы құрт құмырсқа, торғай, балықта бар. Оларды мысалы сен жаңа түрткілеп бірдеңе істесең тырқырап қашады. Яғни оның денесіндегі жанын қорғауға тырысады да олар. Яғни ол сол бір жан бар ғой денедегі берілген, жаңа туылған кезіңде саған берілетін бір жан, соны сен өзің бір биологиялық өміріңді сүріп болып өлгенге дейінгі аралықта сен қорғауға тырысасың. Енді автоматически соны қорғауға тырысасың. Тіріліктің белгісі сол. Яғни біз соны тануымыз керек та, соған деп соған құрмет білдіруіміз керек та. Рас, сол біздің мына жеріміздің, осы табиғатымыздың болмысы сондай. Сол себепті біз соны құрметтеуіміз керек та, соны түсініп, қабылдауымыз керек. Оны жоқ, мысалы мына құмырсқаны мен қазір өлтіргім келеді, өлтіріп бере саламын. Торғайды өлтіргім келеді, өлтіре саламын деген. Немесе мен тамақ жеген кезде мен сол мысалы қой жемсем болмайды деген сияқты өтірікті, оның бәрі өтірік әңгімелер. Оның бәрі ойдан құрастырылған конструкты. Жаңағы ана қой бейшара сен сояйын деп отқанда тырпырлап қашты ма, жібер оны. Оны союдың қажеті жоқ. Өйткені қой енді денесімен көрсетіп жатыр ғой саған. Иә, ұнамайтынын көрсетіп тұр. Сен көріп тұрсың көз алдыңда. Байлайсың еще оны. Сөйте тұра сен садист, кәдімгі өзіңді садист қылуың керек та, жаңағыдай. Ананың көз алдыңда көріп тұрған тірінің тыпырлап қашқанын бәрін жаңағыдай өзіңдегі жаңағы аяушылық сенімнің бәрін жауып, атылуың керек та, өлтіруің керек та, ананы сөйтіп соны жеуің керек. Жалпы патриархалдық қоғамда сол бүкіл өмірің садист болуға үйренумен өтеді негізі. Газлайтинг жасау, зорлық-зомбылық аяушылықты жоқ қылу өзіңдегі вообще адами қасиеттеріңнен айырылуға әкеледі. Әр өскен сайын даже бүкіл карьера сөйтіп жасалған карьерлік бір жолың, отбасыдағы да жолың бір сондай қылып жасалған, жаңағы қоғамдағы қарым-қатынаста бір солай жасалғанда еще индивидуалистік үстіне қосылып, жаңағы біреу дейтін қиналып жатса, жоқ мен өзімнің жеке проблемаларым бар деп жаңағы айналып өтуге сені үйретеді, өмір бойы соған үйретеді да. Туылғаннан өлгенше үйретеді. Андай бір кішкене, мысалы мен уже қалай соны қатты байқаймын да, бір мені әлем дейтін андай бір қатыгез қылғысы келетін сияқты да, содан арылып қалмас үшін бүкіл ресурсыңды құтқарасың да, өмірі жаңа жұмыста да бір сондай дилеммалар пайда болады. Білмеймін, даже көшеде кетіп баратқан кезде де сондай дилеммалары ғой, бір адамды жынды қылып қояды да. Мысалы бір әйел қиналып отыр, сен оған көмектескің келеді, бірақ саған бүкіл жан-жағың айтып тұрады да, ол дейтін жаңағы алаяқ болуы мүмкін, оған үйретпе, саған жала жау жібереді, полиция сені алып кетеді, жаңа бір көмектесіп қалсаң ол болады ғой, бір пара дейтін ұрысып жатқан кезде сен барып жаңа тоқтатсаң, әйел дейтін жаңа өзінің күйеуін жақтап кетіп қалып, сені не істеп жіберуі мүмкін, кінәлап жіберуі мүмкін деген. Ал күйеуін аяп жатырған шығар. Бір сондай не болады деп ойлап отыр. Сол ғой сондай нәрсе негізі. Бір полицияда соған бір қалай андай жата қалған да, сондай нәрсеге мынау обвинять етсе, все болды, осыны алып кетеді деген сияқты. Бір ешкімде барлық кезде бір сондай дилеммаға сені тастайды да, и сен өскен сайын бір өсу деген жаңа адамның ер жетуі бір сондай қатыгез болу, садист болуға әкелдіру да. Сен даже кішкентай кезіңде қарайған видео шықты ғой, мысалы қазақ балалар тауығын, қойын дос болып жүреді да құттай кезде, еще мамалары әке-шешесі алады да оны өлтіріп тастайды. Ана бала жылап жатса, енді жейтін зат қой деген сияқты ғой, божандай қатыгез жауап береді да, ана бала түсінбей жатыр оны. И соның жаңағы адам болып, типа адам болып
осы патриархалдық қоғамда бір ер жетіп соның ақылының тоқтатқанын көрсететін нәрсе достаточно қатыгез болғаны. Сондай да. Мүмкін емес, мен прям дейтін жаным түршігеді сондай нәрселерді ойлап қарасаң ше. Настолько барлығы шынымен ауысып кеткен. Содан кейін жаңағы айтайын дегенім, менопаузаға келген әйелдердің неге ақыл тоқтатқаны туралы. Себебі олардың жаңағы бірандай личный выгоды уже іздейтіні жоқ та. Себебі олар өсіп болды, беретінін беріп болды, қоғамға жаңағы туу деген несі бар ғой. Физиологиясында міндетін орындап болды, жұмысын жасап болды деген сияқты да. И сол үшін ақыл тоқтатқанда, себебі оған өзіне жеке уже ештеңе керек емес. Бір жаңағы ақша керек, орын табуым керек өзімнің, либо тағы да бір істейтін міндеттерім бар деп жаңағы қандай шауып жүрмейді да жан жақта. Уже отыратын орын бар, беретін беріп болды осы әлемге, өмір әкелді. Егер өмірге дұрыстап қарасақ, ол жаңағы жалпы өмірдің құндылығына дұрыстап қарасақ, ол әйел уже бүкіл бере алатын нәрсесін беріп болды деген сөзді, ең үлкен нәрсесін берді. Өзінің денесімен басқа жаңағы өмір әкелді, все болды. Ол дейтін қоғамға өзінің жаңағы қызмет қылуын тоқтатты. Сондықтан оның ешқандай жаңағы жеке өзінің жаңағы бір андай қалай эгосы ма, выгоды іздеуі жоқ та. Сол үшін ол ақыл тоқтатқан, оған өзіне ештеңе керек емес. Қоғам просто өзінің жаңағы әкелген өмірі дальше ары қарай жақсы өмір сүрсе екен деген тілегі ғана бар да. Бойында тәжірибесі бар. Тәжірибесі бар. Қамқор болу деген тәжірибесі бар. Себебі білет тоқтатқан ақылы бар да. Сол сондай. Сосын жаңағы сен жаңағыдай денем түршігіп кетеді деген вегандыққа келген тағы бір несі, мысалы мен көшеде келе жатқанда бір жаңағыдай тамақтың суреттері тұрады ғой. Сол кезде мен ойлаймын да, нағыз маньяк, мысалы маньяк болсаң, мысалы біреуді өлтірдің, сөйтінде жаңағы етін шегіп, жаңағы содан бір бутерброд жасап, соны рахаттанып жеген сияқты. Тура сондай, мысалы біз ана бейшара қойды, сиырды өлтірдік та, и соның суретін әдемілеп жаңағы бір күшті реклама жасап. Соның өзі, мысалы менің жаңағыдай садист, жаңағыдай денеңдегі аяушылық сезім, жаңағыдай шамалы қамқорлық деген нәрсенің бәрін жоюыңа алып келеді. Жаңағы суреттер. Соны көрген кезде мен өз-өзімді сөйтіп біртүрлі қалып, сосын тағы бір жаңағы вегандыққа толық өтуіме бір себеп болғанын, жаңағыдай еттің, мен мысалы соншалықты бізді жаңағыдай садист болғанның үстіне тәжірибелі жаңағыдай психопат сияқты қылып тәрбиелейді ғой бізді. Етті қабылдау ма? Етті жегенде мен мысалы сүйектің түріне қарап, ана сүйек малдың қай жерінде тұратынын білем, етінің дәмін білем. Қазақтарда сондай. Етінің дәмін жаңағы денесінің қай жерінен шыққанын білем да. Соны ойлаған кезімде мен бір үйіме қонақтар келген, француздарда енді ет жеудің әкесін танытатындардың біреуі ғой енді. Соларға мен мысалы етті түсіндіріп отырмын да, мынау жаңағы малдың мына жері, мынау сол кезде аналардың аппетиттері қашып кетті жаңағы. Ол веган екен, әшейін біздің жаңағы немізді құрметтеп дәмін көрейін деген ғой. Сөйтсе жаңағы мен айтып бастаймын ғой, мынау жаңағы малдың мына жерінің дәмі мынандай деген сияқты түсіндіріп жатсам, аппетит қашып тамақ жегісі келмей қалды. Сосын кейіннен мен ойландым, сонда мен соншалықты не деген кәдімгі маньяк сияқты екенмін да жаңағы. Еще ол норма қылып қабылданған. Сол норма қабылды. Мен содан шошындым өзімнің. Сөйттім да, құрсын, мынау маған ұнамады. Мысалы оған енді соған алып келген, соны рефлексия жасап түсіне білгенде меніңше көмектесетін сияқты. Сосын жаңағы Әйгерімнің бір дәрісінде ол айтады, негізі сені жаңағы еттің өзің дәмін жесең, жаңағыдай кәдімгі өлексе ғой енді, өлексенің дәмі дәмдемес. Ал сен оған жаңағыдай тұз, бұрыш, анау-мынау дәмдеуіштер қосқанда сен негізі жегің келіп тұрған дәмдеуіш. Кейіннен мен жаңағыдай, негізі мен математикпін ғой, математикте абстракция жасайсың да, абстракцияда керек емес нәрсенің бәрін алып тастайсың да, бір маңызын ғана қалдырасың. Сөйтіп маңызы тұз бен қант екен ғой маған керек.
мен тұз бен қантты қоссам не болса соны жей алады екенмін. Қазір мысалы мен веган болғандықтан тамақ істеп жеймін ғой үйде, өзім істеймін, ақшам түк кетпейді. Тұз бен қантты қоссам болды, мен кез келген нәрсені жей салады екенмін. Сонда алдында мен жаңағыда ойбай ана малдың құлағының дәмі, мынау мұрнының дәмі, мынау миының дәмі деп жүргенімнің бәрі әшейін, оның жаңағына өлекседен сәл ана тұзды қосқан кезде шамалы дәм өзгереді ғой. Сол екен ғой сонда мен айтып жүргенім. Негізі ол сөйтіп мысалы сол толық андай өзімді анализ жасағаннан кейін вегандыққа келу енді менің ойымша оңай сияқты. Басқа әріптестер егер өздері сөйтіп ойланып жүрсе, мүмкін мен тым қиындатып жаңағыдай анализ жасап, рефлексия жасап ұзақ жүрген шығармын, бірақ кейбір адамдарға оңай, кейбір адамдарға қиын. Иә, шынымен де мына қоғам туралы айтқым келгені, вот этот психопатия шынымен де үйретеді ғой бізге. Маған, например, кішкентай кезімнен айтып жүрді, там қонақтар келгенде, не істегенде еттің қай жерін салу керек екенін білуің керек. Оны білмеу ұят, дұрыс адамға дұрыс несін жілігін бересің деп. Ол құрметтің бір түрі. Күйеуге мынандай асату деген сияқты. Сонда бізде прямо из поколения в поколение сондай отношение да солған. Бізде қазақтар негізі оны да бір рефлексия жасап түсінуіміз керек та, жаңа жіберуіміз керек. Біз соны жасадық, енді біз оны жіберейік. Өйткені оны қарап тұрсақ негізі шаман сұмдық екен да, жаңағыдай. Малдың мына жерін анаған береміз, малдың мына жерін анаған береміз. Нағыз маньяктардың істейді. Кэрол Адамстың айтқанында сол ғой, тамақ дейтін ешқашан тек қана тамақ емес. Себебі ол қоғамдағы орныңды көрсететін бір несі. Жаңағы неге бір үлкен шалдарға малдың бір жерін беріп, сол арқылы құрмет көрсетеді. Ол барлығы иерархияның даже малдың денесінде даже иерархия жасап ұстаған ғой. Хотя ойлап қарасаң, Кэрол Адамс деген батыс европалық бір андай кухняны зерттеген кісі ғой енді. Қазақтарға дым қатысы жоқ. Ол айтып отқан ол батыстың жаңағы бір ойшылы десеңнің өзінде де, Қазақстанның өзінде жаңағы қазақтардың арасында да өзіндік бір иерархия барды. Егер соны анализ жасайтын болсаң, ол Кэрол Адамстан да жантүршігерлік бір жаңағы выводтарға келуге болатын сияқты. Қатты жаңа байланысы бар да. Ер адамның орны, әйел адамның орны деген сияқты барлығы даже өлекседе көрсетіліп қойған. Сол бастың өзінде ешқашан әйел адамға ешкім бермейді. Басты ұстауға болмайды. Әкесі тірі адамдар басты ұстауға болмайды. Неше түрлі жаңағыдай ритуалдардың неше түрлі бар. Ол әйелдерге, например, омыртқа қабырғасын бере салады. Сасып кететін жері. Ең сасып кететін жері ғой, тез сасатын жері. Қыздарға құйымшақ тоже омыртқаның шеті. Көрдіңіз бе, біз қазақ болғандықтан біз жаңағы малдың бишараның денесінің бәрін білеміз да. Соның өзі мен қатты шошытшы өзімнің сол. Неге сөйтіп білуіміз ба? Өзіңдікін білмейсің даже. Әйелдер өзінікін білмейді ғой даже. Күні кешеге дейін месячный қанның жаңа составын білмей келген адамдармыз. Клиторымыздың бар екенін білмей келеміз. Соны айтам. Көп нәрсені білмейміз ғой, қоғам болып, бірақ мал деген кезде сөйтіп білу, мүмкін қорқынышты нәрсе сияқты шынымен. Бір садистік. Басқа бір қоғамда егер жаңағы өмір сүріп жатқан болсақ, ойлаңызшы сөйтіп біреу сен, мен всегда өзімді представлять етемін да. Типа мысалы бір какой-то айтайықшы инопланетяндар бар, и солардың тамағы адамдар. Әсіресе мысалы жас қыздар десек та. Себебі оның жаңағы денесі жұмсақ, білмеймін. Біздер тап солай жануарды біздер солай сөйлейміз. Сондай, ойлашы, менің денемді біреу сөйтіп жаңа оценивать етіп отырса, мына жері күшті екен, миы дейтін прям пресный екен, тілі дейтін құттай екен деп ше, бір сондай. Амал семіз екен. Мына жердің майы көп. Жамбасы күшті екен, майы аз. Еще спортивный адамдарды ойлаңдар, спортивный адамдар майы жоқ. Жаңағы бұл дейтін инопланетян диетический ет деген сияқты ол қабылдап жатса да. Ужас қой. Мен де сөйтіп, тура сөйтіп ойлаймын.
шынымен де біз қорқынышты туралы шытып бізде. айтса мысалы или біз емес мысалы бір кішкентай қыз кетіп бара жатса соны ойласаң да мысалы бір кейде болады ғой, бір қозының етінен жасалған немесе бір цыпленок табака деген сияқты аттары бар ғой. Сол сияқты мысалы бір кішкентай қыз кішкентай ұл кетіп бара жатса соны жаңағыдай қылып әңгіме қылып жатса да иә сондай дәл сондай қылып айтады ғой. сұмдық. Ұлдар вообще керек емес болатын еді. Ұлдарды вообще туылғаннан ақ өлтіріп тастайтын еді сразу, потому что пайдасы жоқ. Иә, қазіргі индустрия сондай. Климат жағынан да сіздер экоға өте көп көштіңіз. Енді эко белсенділікті көп жасайсыздар, көп ойланасыздар сол бағытқа. Вообще қалай сол бағытқа қарап бастадыңыз, содан бастасаңыз? Иә, біз сол алдында мысалы біздің жасап жүрген жұмысымыз негізі адам құқығы деген нәрсеге байланысты болды да. Негізі тым антропоцентристік. Негізі мысалы сен феминист болсаң өзің жаңағыдай антропоцентристік құрылымдарды, сондай жүйені сынға ала бастайсың. Адам құқығы деп айтқан кезде де біз жаңағы тек қана адамның құқығын ғана қараймыз да, басқа тіпті баланың құқығына қарамайсың да. Мысалы адам құқығы саласының өзінде әйелдің құқығы, сосын жаңағы маргиналданған адамдардың құқығы және баланың құқығы деген нәрселер әлі көп жұмыс істелінетін нәрселер болып тұр. Соның үстінде енді жануар немесе тіршілік жаңағыдай табиғат туралы нәрсеге білмеймін қашан оған жететінімізді. Антропоцентристік болғандықтан да біз қатты жаңағы қоршаған ортаға аса үлкен зиян келтіретін содан да жаңағы негізі адам құқығы саласы негізі тым тар сияқты көрінді маған. Мен әлі де солай көрінеді. Сондықтан жаңағы экоактивизм немесе экобелсенділік ол кеңірек сияқты. Яғни кеңірек сияқты емес, кеңірек. Ол жерде сен жаңағыдай жүйелі түрде жаңағыдай кеңірек басқа да нәрселерді қоса қарайсың да. Сол себепті жаңағы біз осы 10 жыл бойы адам құқығы саласында жүргеннен кейін енді шамалы кеңітіп жатқан жаңағы көзқарасымызды қоғамдағы негізі жаңағыдай бір мәселелер шешуге де феминизм ақыр соңында матриархатты құру керек деген сияқты бір шешімге бір түсінікті нәрсені айтуымыз керек қой. Сол сияқты енді барлық адам экологияны қолға алып соған қарап сол талқылауға бәріміз көшуіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан мен сол жерден енді жұрттың бәрі баратын жер деп ойлап сол жерге алғаш бастап барған кісілердің артынан еріп немесе солармен қосылып сол қозғалысқа қосылған себебіміз сол. Жұрттардың енді мысалы жақында ЛГБТ-ға қарсы заңдар қабылдағаннан кейін қорыққаннан кейін жаңағы қорқыныш істеу тема деген сияқты таңдады деген сияқты қарау мүмкін да. Енді сіздер айтпасаңыздар да, сұрақ қоймасаңыздар да мен айтып қояйын. Алдарыңызды орап десе. Ана тақырып қорқынышты болып кеткеннен кейін мына жаққа көшсіңдер ма деп ойлайсыңдар да. Негізі мен баяғыдан білетінім негізі экологиялық тема ол өте ауыр, өте қиын тақырыптың біреуі. Өйткені ол жерде бизнеспен сен жолығасың. Үкіметпен жолығасың. Үкімет дегенің бірі ғой ол. Бизнеспен бизнестің адамдары жаман, олар келеді да қолдарын мылтық алады да пах еткізіп басыңнан бір атып кете салады немесе жоқ қылып жібереді. Кәдімгідей зиян тигізеді да. Соған қарсы тұруың керек сен. Жаңағыдай сондай бизнестегі адамдар өте целеустремленный болады олар. Олар жаңа жолындағы адамдарды аямайды олар. Мысалы сен мемлекет басқарып отырсаң, мемлекет басқару жүйесінде жүрсең, сенде шамалы болса да халықтың алдында сен есеп беруің керек та, ол жерде аяғың тартасың, қорқасың халықтан. Түрмеге отырғызасың, десе әйтеуір тірі боласың. Бизнестің адамдары, олар жаңа ақшаға табынатын адамдар, олар өте қарсылас ретінде өте қорқынышты. Біз еще дейтін андай кіші орта бизнес туралы айтып отқан жоқпыз ғой. Олигархтарды айтып Мукерберг соларды айтып Маск индустриясы,
сүт индустриясындағы я болмаса Безос па, жаңағы қалай андай не деп айтатын еді мынау жерден алатын пайдалы қазбаларды өндірумен айналысатын олигархтар мүмкін емес олар жаман, қорқынышты олар. Сондайларға қарсы шығасың да сен экологиямен не істеген кезде. А Қазақстанда бүкіл жерде экологический катастрофа. Бір тұратын жер жоқ қой. Мен дейтін тұруға ауыл іздеп жатырмын да, просто көшіп кету үшін мына қала жоқ. Таза ауыл жоқ, бүкіл жерде какой-то бір месторождение бар. Соның добычасымен айналысып жатыр. Естественно, ешқандай техника безопасности жоқ. Жан-жағына қарап, бір кішкене суың ағызатын жерің, либо түтініңді кішкене фильтр қою, ондай ештеңе жасалып жатқан жоқ. Сен ешкім қарап. Бірдеңе айтып қаш, аузың жауып тастайды сразу. Жоқ қылып жібереді сені. Бұл Қазақстанда сол табиғатқа жанашитын, жерімізге жанашитын тек қана Қазақстанның халқы. Соны айтамын. Болды. Қазақстанның халқы жан-жануары. Осы жерде не тірі кім жүріп жатыр, осы жерде туылған, осы жердегі құстар, мал, бөкен, солар ғана біз енді мысалы денемізбен қарыстыруымыз. Мысалы олар қанша қырғанмен соған қарамай әйтеуір соған бейімделіп көбейіп жатса, мысалы біздің бөкендер немесе балықтар, сол да ол қарсыласқан түрді, сол экобелсенді ретінде оны да қарауымызға болады. Негізі өзімізше болып біз адам ғана істей алады деп қарау деген нәрседен кетуіміз керек та. Бұл жерде табиғаттың өзі де қарсы тұру, мысалы даже жаңбыр жауы, дүлей жел соғудың өзін біздің жақтасымыз деп қарауымызға болады ше. Сондай мысалы матриархаттың грехтарымыз үшін не істейші. Мысалы өткенде біз неге бардық, бір фем саяжай деген біздің неміз болды ғой. Сол кезде енді жаңбыр жауса, мысалы мен далада ұйықтап жүрдім да, жаңбыр жауса, енді далада ұйықтау ыңғайсыз болып қалады. Сосын мен Жанарға айтамын, Жанар, Құдай анадан сұрашы, жаңбыр жаудырмасыншы деп. Сосын жарайды деді, сұрады, сосын жаумады. Ертеңіне тағы да айттым, тағы да сұрашы, жаумай қойсыншы, сұрады, жаумады. Үшінші күні айтады Жанар, мына талдарға су керек қой, жауысыншы демеді, шамалы бір 3 сағаттай ма жауын жауды. Сол сияқты табиғатпен бірге жаңағыдай, мен білмеймін, ол қос совпадение немесе шынымен ақ болды ма, бірақ шынымен мысалы сөйтіп сұраған кезде жаумай тұра тұрды. Жаңағы бұлттар келіп жауайын деп тұрады да кетіп қалып жатты. Сөйтті да, үшінші күні Жанарға айтсам, Жанар айтады, жаңбыр жаусыншы, не шамалы мына талдар бәрі су ішінде, біздің ғана жағдайымыз болмасын деген сияқты. Көрдіңіз бе, сол сияқты табиғатты да мысалы біздің жақтасымыз деп қарау. Жаңа олигархтарға қарсы тұрған кезде біз тек қана енді біз кішкентай үш әйеліміз қолымыздан кім келеді деп қарамауымыз керек. Мысалы мысықты да қосуымыз керек, жаңағыдай құмырсқаларды да қосуымыз керек. Мүмкін бір құмырсқалар барып құлағына кіріп, ол жаңа олигархтың тыныштығын алып отырған шығар. Көрдіңіз бе? Жұрттың бәрі еще қазір аллергиямен ауырады ғой. Кішкене тыпыршымай отыра тұрыңдаршы, андай жаңағы өмірі жұмыс жасап, быт-шыт болып, бүкіл жан-жағыңа жаңағы потреблениемен айналысқанша үйде жата тұрыңдаршы деген сияқты, аллергияларыңды емдеп дегендей бір табиғаттың бір месседжі сияқты сол. А то қазір екінің бірі аллергия ғой бәрінде, неше түрлі нәрсеге. Талдың жаңағы бір пухына ма, көп қой, бәрі ауырып бастайды ғой. Табиғат бір андай өзін кішкене енді ашылдым, көктем келді, оянайын, тірлейін деген кезде адамдарда сондай басталады да. Жақтырмай ма? Сосын тағы да бір нәрсе менің жаңағыдай не қылатын, матриархатты құрғандағы бір басты мәселе менің байқап жүрген, жылдамдықты азайтуымыз керек. Мысалы жаңағыдай жанығып, ойбай үлгеруіміз керек, тезірек секіру, алысқа секіруіміз керек. Биікке секіруіміз керек, немесе бір нәрсені жасаған кезде санын көбейтуіміз керек деген сияқты нәрседен қоюымыз керек та. Мысалы бір қызанақ егіп атсақ, ойбай бұл жаңа көп беру керек демеу керек. Қызанақтың өзі қалай шешеді,
солай Берсін. иә берсін, соның өзіне шүкіршілік қылайық деген сияқты философияны да өзгертуіміз керек та, жаңағыдай асығу, жанығу, көбейту, тек жаңағыдай өзіңнің күшің келмей жатқан нәрсеге үлгеріп жету деген нәрсені байырлатуымыз керек. Негізі біз жаңағыдай дамуды сәл мына мысалы урбанизацияны тоқтату, жаңағы ауылдан не іздейміз деген нәрсені айтып отырмын да. Мысалы біз жүгіріп мына қалаға бүкіл қазақтардың жүгіріп келген себебі тәуелсіздік ала салысымен. Өйткені бала шағаның қамы ғой енді, мысалы қазақтарға медицина керек және балаларын оқыту керек. Сол үшін жаңа ата анасы бала шағам оқысын, үйтсін, бүйтсін деп қалаға келді. Енді оған жазғырамайсың. Негізі қалалар, мысалы қазір енді көп қалалар салып тастадық қой енді. Мысалы ұшаққа мініп төмен қарасаң, енді Ақтордың қазір ұшпайтын болған, бірақ қарасаңыздар, қаланы өте көп салып тастадық. Адам баласы қаланы өте көп салып тастадық. Енді сол қаламыздың бәрін енді қиратып қайтадан ауылға көшеміз ба деген сияқты сұрақ туады ғой енді. Сол кезде менің ойымша, жаңа бала шаға біз матриархатта туылғаннан бір мысалы 20-25-ке келген шейін шамалы еш жеу алғанша, ересек деген адамға айналғанша оған бір жағдай жасауымыз керек қой. Сонда сол қалаларды сондай оқытуға, жаңа бала шағаны өсіруге қолдануымыз керек та. Жалпы адамдар негізі жаңағы табиғатқа өмір сүруге баруымыз керек. Енді мысалы қаланы да жетіп негізі не дейді, адаптация жасап, бейімдеп, оның бәрін бұзып тастағаннан гөрі сол күйінде қалдырып ары қарай өсірмеуіміз керек деген нәрсені айта бастауымыз керек. Болды, қала салу тоқтатыңдар. Цементті, анау жаңағы мұнайды өндіруді тоқтатыңдар. Пластикті тоқтатайық. Осы қазірге дейін алып болған нәрсеміз жеткілікті. Сол жаңағы қоқысты жинап алып, соны қайта өңдейік, соның өзін жеткізейік. Соның өзі бізге жетеді. Сосын жаңағыдай біз әйелдер, енді мысалы адамның санын көбейтетін біз ғой енді. Әйелдер, мысалы жас әйел өзі мен дайынмын, мен туғым келіп тұр деп шешімді қабылдағанша сол өзі қабылдатуымыз керек та. Пропаганда жасамай. Сен туғың керек деген сияқты. Не үшін туғу керек ол? Армия болу үшін. Бізде оған ешқандай уәде жоқ ол әйелге. Ол әйелге, мысалы, сен бала қазір уәде жоқ ешқандай. Сен бала туған кезде не істейсің дейді. Балаңды бағуға көмектеспейміз. Балаңды туғаның үшін сен кінәлісің. Балаңды туғаныңды күнде бетіңе бетіп түртіп тұрамыз. Қоғам болып түртеді еще. Түртеміз, еще жаңа түнімен ұйықтамағаныңды ескермейміз. Жаңағы бейшара балаңды емізу үшін түні ұйқыңды 4 бөлгеніңді айтып мақтамаймыз сені ешқашан. Сен тусаң өзің үшін тудың дейміз да, бірақ ту деп айтамыз. Газлайтингтің жаңағыдай бір керемет түрлері жаңағы. Ана байғұс әйел, ойбай мен қоғамға осындай қызмет қылдым ғой, маған көмектесіңдерші қоғам болып десе, кім ту дейді саған деген сияқты әңгіме айтамыз да біз. Сондықтан мысалы жас әйелдер өзі сенімді түрде қоғам болып көмектеседі. Жаңағы балам жұрттың бәрі сол осы қалаған, осы қоғам қалағандықтан келді осы дүниеге деген сияқты. Соны ана бала келген кезінде жұрттың бәрі қуану керек та. Өйтіп ана әжетханаға лақтырып кететіндей жағдайда тумау керек. Оны мысалы не үшін сол әйелді қинап, зорлап, сосын оны баланы лақтырып кетті. Сосын аборт жасады деп кінәлайды. Мысалы, ана нелер, біздің феминистермен айтысатын адамдар, біз мысалы абортқа жақпыз ғой енді. Олар айтады, аборт жасағандар мен ана соғыстағы адамдарды өлтіргеннің санынан аборт жасағанның саны өте көп деп айтады да. Осындай статистика бар. Сондай статистика. Ал сен аборт жасауға жеткізбеу үшін ол әйелді екіқабат болуға мәжбүрлемеуіңе болады. Екіқабат қылуға мәжбүрлемесең, ол әйел аборт жасауының қажеті болмай қалады. Ол неге аборт жасайды? Өйткені ертеңгі күні ол баланы туса, сен оған қоғам ретінде көмектесуге ешқандай жағдай жасап тұрған жоқсың, сондықтан жасап отыр ғой ол аборт. Сен оны туғызып алып, анау 25 жасқа жеткізіп, сосын барып соғысқа жіберіп өлтіру үшін жасап отқан жоқ.
қазір оның жағдайы жоқ енді ол әйелдің. Мысалы сен ол әйелге көмектесейін деп тұрған бір жаның ашып тұрған жоқ ол әйелге. Ол әйелді көргің келіп тұрған жоқ. Тек қана зорлаған кезіңде ғана зорладың да, сосын ана әйелдің бар жоғын ұмытып кеттің. Объект қылып қарап алдың. Объект қылып. Ол адамның атын да білмейсің сен, жаңағы өзің зорлаған қыздардың зорлап қашып жүрсің. Сосын келген кезінде феминистер кінәлайсың. Неге олар баласын лақтырып кетеді, неге олар аборт жасайды? Оған жеткізген феминистер емес қой. Мысалы мен бірде бір адамды зорлаған жоқпын. Зорлап жаңағыдай аборт жасауға үгіттеген де жоқпын ешқашан. Мен ол нәрсеге ту деген жоқпын десе ту деген жоқпын. Қыздарға күйеуге шық деп айтқан жоқпын. Апаларымның мысалы туған балалардың шамалы өсіп жетілуіне, оқуына көмектескенім бар. Мысалы уже бар адамға көмектестім. Апаларым туды ғой, соларға көмектестім. Барлығымыз сондай көмектескеніміз бар. Балаларды бағуға көмектестік. Шамалы болса да, мысалы оны жасауға мен мысалы неге міндеттімін? Мені сөйтіп Айгүлзада сен көмектестің ғой деп маған ешкім рахметті айтқан жоқ. Құтты бір соған мен міндет сияқты көмектестім. Енді әйел болғаннан кейін бізден сондай күтіледі. Бірақ жаңағыдай жауапсыздықтың бір шегіне жетіп алғанда кейбіреулер бізге кінә қоятындар, феминистерді кінәлайтындар, жауапкершілік алудың ешқандай жауапкершілік алмайды, зиян жасайды. Соның жауапкершілігін өзі алмайды. Мысалы, алимент төлемегендердің саны бәленбай миллиард теңге төлемеген. Бәленбай миллиард төлемегеннің 95% мысалы ер адамдар. Ол адамдар ана жерде менің балам жүр ау деп ойлап жүрген жоқ. Соны айтамын, ол баланы кім бағып жатыр, қандай ақшаға ол байғұс өсіріп жатыр, ана сорлы шешесі қалай өсіріп жатыр оларды деген сияқты. Қазір күнкөрістің өзі қиын болып кетті ғой, мысалы қазіргі қоғамда ше. Жалпы жұмыс жасап ақша табудың өзі зарплата типа аз. Мына бағалар мүмкін емес өсіп жатыр. Бүкіл тапқан табысың тек қана сол ішіп жемге кетіп жатыр ғой. Бір жаңа бірдеңе жинап, ойбай балама жаңа квартира алып қояйын деген уже ойлар жоқ. Күнделікті ай сайын, айма-ай просто тамағыңа жетсе екен. Тірі қалайын деп жүресің де. Кредитің жабасың. Жаңағы сондай мен ғана жүрсің. Осындай жерде, осындай білмеймін, қоғамда капитализмнің ең жеткен жері ғой осы. Біреуге барып ту деп айту, жағдайын жасамайтын болсаң, жаңағы мемлекет енді типа қанша береді? 1,5 жасқа толғанға дейін бір 85 мың ба теңге береді. Сосын бір 20 мыңнан беріп тұрады. Содан кейін бір 20 мыңнан ба беріп тұрады. Соған жаңа әйелдерді сөйтіп кінәлайды ғой, жаңа көп бала туатын әйелдерді осы жаңағы пособие үшін туып жатыр деп. Қарайған 85 мың теңге. Қой олардың пособие үшін туғаны. Өйткені ол осы қоғамда, біздің Қазақстанның қоғамында сол ақшадан басқа дым жоқ қой ол әйелге. Ол әйел кінәлі ме енді? Жоқ, оған кінәлі емес, сол кінәлаудың бір андай ең үлкен түрі сияқты да, бір әйелді как будто басқа ештеңе айтылмай, тек қана сол бір ақшамен можно заманить деген сияқты. Хотя ол дейтін қоғам болып уже қысым жасалып тұрған нәрсе ғой. Ол әйелдің басқа барар жері жоқ. Сен уже оны 16 жаңағы 18-ге толар толмастан күйеуге беріп жібересің да, енді тумай не істейді ол? Не істейді? Қайқа кетеді? Туғаны енді сол ғой, енді оның ақша табу жолы сол ғана болып тұр. Басқа нәрсенің бәрін жауып тастадың да, сен бір ғана сол бір жолды қалдырып қойдың. Сөйтесің де сол жолға түскен әйелге неге ол жолға түсесің? Негізі әйелдерге қай жолға түссе де кінәлайды. Қай жолға түссе де ол көпшілік, мысалы көпшіліктің қабылдаған жолы жаңағыдай сен жастайыңнан байға тиіп бытырлатып балаңды ту деген нәрсе жолға қойылған әңгіме ол. Сөйтіп соны істеген әйелге неге олай істейсің деген тағы да сұрақ қояды. Мысалы мен сияқты ол жолды көремін да, ойбай мына жолға мен түскім келмейді деп мен түспедім ғой. Маған да сол жол айтылмады ғой дейсіздер ме? Айтылды ғой. Мен осы жасқа дейін, мысалы мен қазір менопаузым келіп бала тумайтын кезімде де айтылады маған ол әңгіме. Ешқашан тоқтамай ма? Мен өлгенше тоқтамайтын шығар. Ол әңгіме тоқтамайтын әңгіме. Ол баяғыдан қалып кеткен біздің жағдай. Бізді ашаршылықпен қинап қырған кезінде біз көбеюіміз керек деген нәрсе жазылып қалған шығар. Сол бір травмамызды жабудың жолы шығар. Енді оны да түсіністікпен қарауымыз керек. Ол әңгіме айтылады. Оған түссең
түссең де кінәлісің. Иә, Мен түспесең. сияқты түспей, мен мысалы, менің түспегендегі пайдам не? Мгм. Мысалы 5 балаға көп ақша кетеді, мысалы 5 бала тудым. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Сол ақшаның бәрі Еще өскен сайын көбейе береді ғой ол ақша. Менің бәрі сол ақшаның бәрі менің қалтамда қалды. Менен сұрайды ғой, ақшаны қайдан аласың? Коробка сатып алдыңыз ба сосын? Мен Алматының мысалы ортасында. тура мен сияқты әйел бала туып ала сүріп өсіріп жатыр, Мгм. а мен далаң етіп жүруіме болады деген сөз. Енді сонда егер мына қоғам сөйтіп саған жаңағыдай мені де кінәлайды, маған бір жақсы сөз айтпайды ғой. Мені мысалы кеше нені қарасам, Гүлзада сен бір қинап өлтіргім келеді деген сияқты жазып кетеді да, сол сияқты өлтіргісі келетін адамдар болады ғой, шындығы келетін. Білмеймін енді кім екенін, әйтеуір сөйтіп жазып кетті. Сол ол әйелді де жақсы көріп тұрған жоқ, мені де жақсы көріп тұрған жоқ, сізді де ешқайсымыз жақсы көріп тұрған жоқ ешкім. Қоғамда бізде сондай қалыптасқан, сол матриархатта біз сол ол нәрсе бізге не тревожность, мысалы бір көңіліңнің бір орнықпай, өмір бақи бір сыздыңтап бір сыздықтап тұрасың ғой. Ұйықтаған кезінде тыныш ұйықтай алмайсың, ойбайшы ертең күнім не болады деген сияқты. Сол нәрсені болдырмауды қолға аламыз. Матриархатта жаңағы ақыл кеңеспен шешкенде жаңағыдай сезімін болдырмауға әрекет қыламыз. Адамдардың жаңағы қоғамда Тревожностьқа түспеуін, депрессияға түспеуін. Тревожность, депрессия деген нәрсені азайтуға, сол нәрсені адамдардан алып кетуге жағдай жасауымыз керек. Жаңа зорлық зомбылық дегенді болдырмау ол бірінші қазіргі жасап жатқан нәрсеміз ғой. Одан кейін жаңағыдай адамның мен не істеп жүрмін, не қылып жүрмін деген сияқты сұрақтар қояды ғой. Бұл не жүріс менікі, осы жүрісім дұрыс па деген сияқты сұрақты қояды адам өзі. Сол сұрақтарды тапқан кезде жаңағыдай күйзеліп кетпей, қатты күйзеліске түспей, сондай осы гармонияда өмір сүру деген нәрсені болдырудың әрекетін қыламыз ғой. Сол матриархат түсіндіргенде біз сөйтіп түсіндіруіміз керек. Жаңағыдай гүлденген әлем ол деп. Ол жерде жаңағыдай жылдамдықты азайту, жаңағыдай адамдарды зорлық зомбылықтан құтылдыру, жаңағыдай депрессиясын азайту деген нәрсені, оны жасай алатын кімдер ол? Жасай алатын менопаузадан асқан әйелдер. Негізі айтуға жалпы мен түсінген нәрсе матриархаттың басты құндылықтары жаңағы өмірдің өзі сияқты. Себебі әйелдің ең үлкен қабілеті жасай алатын ол адамды өмірге әкелу. Сондықтан ең үлкен құндылық болып өмір саналады. Патриархалдық қоғамда өмір дейтін вообще құны жоқ қой. Жұмыста адамдар қарайған өліп жатыр. Соғыстың өзі соған ең үлкен дәлел ғой. Ең үлкен дәлел. Қару жарақ жасау деген нәрсе вообще логикаға келмейді. Сен тірі нәрсені өлтіруге арналған нәрсені сен бүкіл адамнан салық жинап алып, қару жасап, адамды өлтіруге арналған нәрсеге жұмсайсың. Өмірдің құны жоқ ешқандай. Содан кейін өмірдің құны жоқ болғандықтан біз жаңағы юристер болып, андай құқық қорғаушылар болып, адам құқығы, бала құқығы, ойбай әйел құқығы, маргиналданған топ құқығы деген нәрселерді ойлап табуымыз керек та. Негізгі басты нәрсе, егер өмірдің құндылығы орнына түсетін болса, өмір реально құнды болып саналатын болса, ондай нәрсемен айналысып керек емес та. Жүйелі түрде шешіледі. Ол негізі просто сол жерді ғана шешу керек та. Бірақ патриархалдық қоғамда сондай қалыптасып қалған. Вообще ол жаңа бір скотчпен бүйтіп жабыстырған сияқты. Сондай скотчпен жабыстырған сияқты. Бүкіл құқық қорғаушылардың істейтін нәрсесі сол негізі. Скотчпен патриархалдық қоғамның бір жыртылып кеткен жерін сөйтіп жаңағы көрсетпей жамап қою. Негізі сен айттыңыз ғой жаңағы өзінің жауапкершілігінен қашады, ешқандай жауапкершілік алмайды, алименттер төлемейді дегенде мен ойладым, что біздің қазірдегі миллиардерлар тап сол ғой, негізі бәрін тудырады, экологиялық катастрофаның бәрін жасайды, басымызға лақтырады, кете салады. Лақтырады, еще айтады,
перерабатывайте дейді бізге, мұнай индустриясы айтады, свет сөндіріп жүріңдер дейді. Сосын прокатқа қолданбан дейді әйелдерге. иә конечно біздер оның бәрін істейміз, иә, істейміз. адам болғасын істейміз, бірақ жауапкершілік кімде? Иә, бүлдірген адамда мысалы қашып кетеді соның мысалы бәрін. ана кеңес кезін мысалы кейде мақтайды да, мысалы әйелдерге құқық берді анау мынау деген сияқты, иә. Енді ондай жақсы бір нәрсенің негізі жаман, тек қана жаман жағы болмайды, енді жақсы жақтары да болады ғой енді. Бірақ бір жаман нәрсесі мысалы семей полигоны деген нәрсені біз мүлдем айтпаймыз, иә. Соның зиянын тек қана осы бізге тастап кеткен. Мысалы бүкіл Совет одағында 15 республика болды, қалған 14 республика мысалы ойнап жүрген жоқ. Мына сорлы қазақтардың жерін барып та кезінде жарып кеттік. Енді ол сорлыларға бірдеңе керек па деген сияқты бізден біреу сұрады ма? Біреу сұрады ма? Сұрамайды. Бізде барып, сендер кезінде біздің жерімізде 460 шақты ма атом бомбасын жардыңдар. Қазір мысалы атом бомбасымен қорқытады ғой, қазір соғыстар жүріп жатқан кезде отырмыз ғой. Қазақтар выжили дейсің. Сонымен айтамын да, мысалы сен атом бомбасымен қорқыта бер. Қазір мысалы Трамп қорқытады, Путин қорқытады. Қазақтардан сұраңдаршы, атом бомбасы 600 бомба лақтырған Семей. 450 бомба лақтырған жерден тірі қалған адамдардан сұрасаңдаршы, қалай тірі қалуға болады екен. Сосын соны лақтырған адамдар саған келіп қалай жағдайың деп сұрауға жарамайды. Соны шешіп отырмыз біз. Құрмет кеткен адамдардан десеңші. Одан кейін Ауғанстан деген соғыс бар мысалы. Қазақстанға өте үлкен несі бар, релевантности бар, потому что бұл проблема әлі жалғасып жатыр. Вот сіз айттыңыз ғой, там Аралдың бітшін шығарды, негізі Совет үкіметі ғой Аралдың бітшін шығарған. Аралдың бітшін шығарды да кетіп қалды. Семейдің бітшін шығарды да кетіп қалды. Бірақ қазір тап сол проблема жалғасып жатыр, себебі біздер постколониалды өмірде өмір сүргенде Байқоңырды қазір пайдаланып жатыр, одан да ракетаны жібергенде бірталай зардап шегіп жатыр. Оның бәрі просто Ресей біздің жерімізді жалдап тұр, и все. Олар просто жалдайды, оларда российский флаг, российские законы, орысша сөйлейді. Бәрі типа Россия, бірақ зардап шегіп отырған жер Ресейдің жері емес. Сосын біз ертең тазалаймыз соны. Соны ертең тазалаймыз. Қашаған, который строит Каспийдің қақ ортасында қанша кетіп жатыр, біздің балалықтар одан зардап шегіп жатыр, біздің адамдар содан зардап шегіп. Қазақстан Қашағанда өмір сүрудің өзі это же просто кошмар. Потому что қазақтарды онда жіберген кезде оларды, мне кажется, как минимум бір айға апарады. Это закрытый остров. Сен деген теңіздің қақ ортасында тұрасың, сен ешқайда шыға алмайсың, ешкіммен сөйлесе алмайсың. Бір ай бойына просто закрыт на каком-то острове. Қанша психологиялық дамage от того, что сен Каспийдің қақ ортасында тұрсың. Сояқта жасайтын еркектердің қайтып келіп не істейтінін кім біліп жатыр. Жағдайлары қандай, одан олардың семьялары қандай зардап шегіп жатыр. И кажется, даже бір ай деген минимум 3 айға дейін тұратындар. Қандай сен басың вообще қалай істеп кетеді сен теңіздің ортасында тұрған. И еще, ладно, ол басқа да мәселе. Қашағанда неше авария болды. 2010-дарда ма, 2005-терде ма, неше рет ол суға ақты, ол біздің білетіндеріміз. Неше рет біздер білмей аққандары бар. Оны точно авария болып, оны қайтадан жасағандары бар. Себебі ол өте-өте терең теңіздің ішіндегі зат, оған жету өте қиын. Мексикадағы спилдар туралы айтады ғой, біздерде қанша спилдар болады. Қашаған бар, Теңгиз бар, Теңгизден шыққан Сера бар, Атырау бар. Соның бәрін әлі де ақшасын алып жатыр, Шеврон, Қытайдағы CNBC ақшасын алып кетіп жатыр, бірақ әлі де сол жауапкершілікті біздер қазақтар көтеріп жатыр. И сол проблема. Кезінде Совет үкіметінің кезінде қалай бізді пайдаланып жерімізді әбден быт-шытын шығарып, менің есімде жаңағы 18-17 жастар болдым ғой, Совет үкіметі қираған кезде. Сол кезде олар айтты, сендердің жеріңді әбден бүлдіріп тымын қалдырмадық, сендер бізге зиянсыңдар. Енді мысалы оны егер де сол мысалы Қазақстанмен қосылып тұрса, ол бір баласт деп атады ғой бізді. Баласт жаңағыдай бізді артқа тартатын әбден бүлінген жерді лақтырып кетті ғой бізді. Сөйтіп сендер өздерің өлсең өмірім қап деген сияқты күйде біз тәуелсіздік алдық. Сосын сөйтіп соны жыбыр етіп әйтеуір жаңағы мен енді тек қана
біздің Қазақстан халыққа ғана бәрін беріп антропоцентристік бергім келмейді. Табиғаттың өзі мысалы тиіспегеннен кейін енді кетіп қалдық жаңағы бүлдіруші бәле кеткенде табиғаттың өзі жаңағы суы бар, өз-өзін қалпына келтіре бастады. Адамдар да бізде сол мысалы қазақ осы жерде тұрып жатқан, осы Қазақстанда тұрып жатқан адамдар да өзімізге келе бастадық. Малдар, жаңағы талдар, сулар, әйтеуір барлығы өз-өзімізге келе бастады тиіспесең. Бірақ жаңағы неоколониализм басталды да қайтадан жаңағыдай ана жер, тек қана бір айырмашылығымыз кезінде мысалы ана жерде жаңағы тоталитарлы кезде бірден айтсаң басың кетеді, жаңағы қорқытып тастаған әбден өлтіріп бәріміз қырып қорқытты ғой енді мысалы бірінші геноцид жасап, одан кейін жаңағы репрессия жасап, сөйтіп әбден аузыңды аштырмайтындай қылып. Соның өзінде қазақтар қайта айтып жүріп жаңағы мысалы 60-шы жылдары, одан кейін 86-шы жылдары қайта әйтеуір шығып бізде қоймаймыз табиғатта қоймайды, бізде қоймаймыз. Соны рефлексия жасап біз түсінуіміз керек та, біз нені қорғап жатырмыз, кім біздің жағымызда деген кезде біз табиғатты өз жағымызға, біздің жақтасымыз деп сиырды, қойды айтуымыз керек. Жаңағы мен ана матриархатта бәріміз веган болады деген сол. Тең тіршілік деген осы ғой. Сондай жаңағыдай шынында да әділетсіздігі сол, жаңағыдай жауап бүлдіріп жатқан жаңағы құрылымдар, мемлекет болсын, жаңағыдай одақ болсын, Совет одағы кезінде жасады ғой бізге. Енді қазір капитализм, жаңа глобалды экономикадағы олигархтар, солардың мысалы енді дата-центр құрамыз дейді. Ой, дата-центр туралы мен Қарағандыда ма? Қазақстанда оны да Қазақстанға. Ол дата-центрдің мен айтатыным жаңағыдай бір нәрсені сен патриархалды түрде шешетін болсаң, оның саған келіп тиісетіні былай. Мысалы, менің ойымша, енді идеалында жаңағы патриархатты шешсе, олар дата-центр салса, жаңағы шуылдаған осы Қазақстанның азаматтарын қалай аузын жабамыз дейді. Олар айтады, сендер балдарың бәрін әскерге бер, сосын сен жаңағы үстіңді әдемілеп әскери киімді кидіреміз, қолыңа жаңағыдай дронды ұстатамыз, сосын сен барасың жаңағы ненің айналасында тұрып, жаңағы дата-центрді қорғайсың. Қасына АЭС сап қоямыз. АЭСті де қорғау керек. Өйткені бір олигарх екінші олигархтан тартып алғысы келеді. Сөйтеді да мына жақтағы тағы да бір әскери киімді кидіріп жас балдарды. Сосын ана жас балдарға қарсы қоямыз. Сонда әйелдердің міндеті не болады? Әйелдер жаңағы жас бала туып беру, жас балдар дата-центрмен АЭСті қорғау деген сияқты. Сонда олигархтардың құдайы берді деген сөз. Сосын жаңағыдай олар құдай деген нәрсені шығарады, дін деген нәрсені шығарады, енді оларда жүйе дайын ғой. Сонда негізі мағынасы әшейін дата-центрді қорғату деген. Сонда сен жаңағыдай ойбай сен Қазақстанның бәленбай деген жаңағы батыры деген атақ береді ғой, жаңағы көп дронды мысалы 1000 дронды өлтірген, айына 1000 дрон атып түсірген деген сияқты. Не болса жаңағы сондай болашақта күтуі мүмкін бізді. Егерде біз матриархат құрмасақ, патриархаттың жеткен жері жаңағыдай болады. Дата-центр құрады. Ол дата-центр не ол? Дата-центр адамның ең қажет нәрсесін ұстап тұру, ол жаңағыдай ақпаратты бір қорда ұстап отыру. Ақпарат неге сонша маңызды? Неге бізге мысалы құнды? Неге біз телефонымызға жабысып қалдық? Деген сұраққа келгенде бізге негізі біз жаңағы әлеуметтік адам болғандықтан біз бірімізге қатынас керек екен бізге. Сонда олардың бізге саудаға салып отқаны, біздің қолымызды алып кетіп отырғаны бізді бір-бірімізбен әңгімелесіп, әңгіме дүкен құрудан бізді алып қояды ғой. Соны алып қойып, сол жерге жинап қояды, сол жерден өздері басқарады, біз отырамыз, нақты тек қана соған тәуелді болып отырамыз. Негізі, мысалы мен айтишник болғандағы менің 8 қырымның бір пайдасы, негізі ондай жүйені шашыранды түрде жасауға болады. Оның да феминистік шешімі бар. Технология ол тек қана жаңағыдай серверді бір жерге жинап қойып, ақпаратты бір жерде ұстау деген өте логикалық түрде жаман шешім.
ана жаңағы патриархат сияқты оңбаған шешім, жаңағыдай иерархиялық түрде. Ал егерде мысалы сенің ақпаратың, сен оны шығарып жатқан сен болғандықтан, сіз болғандықтан, сіздің құралыңыздың ішінде тұра алады. Бұрын біздің миымызда тұратын нәрсе ғой енді, аузымыздан шығатын сөз. Соны біз жаңа қолымыздағы құралымызға жазып сақтауымызға болады. Сонда сіз өзіңіздің ақпаратыңызды сақтап жатсыз, мен сақтап жатырмын. Бәріміз егер байланысымызды үзесек, ақпарат сол жерде тұр. Сол пайдаланатын жаңағы, мысалы, бір сабақ оқып реферат жазу керек болса, сол рефератыңыз жасатын нәрсені сол жаңағы шашыранды түрде жасалынған жүйеден ақ алып жасай бересіз. Анандай қылып жаңағы Цукерберг па, Мукерберг па апарып бір дата-центр жасап қойса, сосын барып сен жаңағы рефератын жазасын. Өйтіп те жасауға болады. Ол да бір шешім. Бірақ ол өте зиян шешім. Өте табиғатқа тиімсіз, адамдарға тиімсіз. Өйткені оның шешім қабылдау аз адамның қолына қалып қояды. Өйткені ол ақпарат айдалада бір адамда, бір 10 шақты адамда көп болса. Сосын жаңағы сенің басқа амалың қалмайды, балаңды тек қана жаңағын қорғауға, әскери бүкіл жаңағы салығымыз, баламызға киім тігіп беру, әйелдер жаңағы баланы туып беру деп қалады. Сондай ана болашақта мүмкін менің айтып отырған матриархат болашағымызда техник емес адам ретінде қайталап шығайын, дұрыс дұрыс. Шешім деген сонда реферат жазам ба, ақпарат жинайын ба, бірдеңе жасайын ба, облаканы пайдаланбай, өзімнің жеке компьютерімді пайдалану, я болмаса өзімнің жеке жаңағы hard drive, сондайды пайдалану бола ма? Сонда сізде hard drive бар, сізде hard drive бар, менде hard drive, бәрімізде hard drive бар. Енді әйтеуір бір ақпарат бар. Әйтеуір бір ақпарат. Сол ақпаратты біз байланысымызды орнастырсақ, біздің жаңағы технологиямыз, сол арқылы жаңағыдай блокчейн деген сияқты нәрселер, естулеріңіз бар ғой, блокчейн деген ол бухгалтерлік кітап деген сөз. Бухгалтерлік. Мысалы, бір зат жасаған кезде сол зат неден жасалынған, соң бәрін тізіп қоятын бір кітап сияқты ол. Ол да бір технологияның бір түрі. Сонда ақпарат сөйтіп шашырап жатыр да, ана сервердің несі, серверде ақпаратты көп жинап қойдың ғой бір жерге. Мына жерде ақпараттың барлық адамдардың қолындағы құралда шашырап жатыр. Сонда арасында байланыс жұмыс істеп тұрса, сен жаңа реферат жасағанда, сонда барып, ана үлкен сеттен алып келеді, жаңа рефератын құратылатындай программасын жасауға болады деген сөз ғой. Сенде сенің компьютеріңдегі ақпараттан ғана жасап тұрған жоқсың сен нені. Басқа менің адамдардың барлық бүкіл сол неге желіге қосылған адамдардың ақпаратымен жасап жатсың. Мына жерде айырмашылық мынандай болады шығар, бір жерде егер жиналып тұрса, жаңа 10 шақты адам сол ақпаратпен владеть ететін, солар ғана шешім қабылдайды да. А мына жерде сен барлық жұмыс жасайтын нәрсең ол жаңа связь выстраивать ету болады да. А мына жерде ананы қорғау болады тек қана. Айырып қалмас үшін, бәрінде болып кетпес үшін. Ол адам жаңағына дата-центрдің несі, егесі, саған ақпаратты беру, бермеуді ол шешет бәрі. Сенде де мына желді қосылып тұрғанда, сен өзің шешесің. Мен ақпаратты мысалы берем ба, бермеймін ба деген өзің шешесің. Мысалы рефератқа керек нәрсе, мысалы біз елестетсек, осы 20 миллион адам қосылып тұр дейік. Осы Қазақстанның 20 миллион адамы қосылып тұр. Сонда Қазақстанның бір, мысалы, Марқакөл туралы мен реферат жазуым керек. Сол кезде бірнеше адамның құралында сол Марқакөл туралы маңызды ақпарат бар дейді. Олар өзінің Марқакөл туралы айтқысы келсе, жаңағыдай, мысалы, анау Ақтөбеде отырып біреу сұраған кезінде желі арқылы сұраныс келеді ғой, сонда аналар беруге құмбыл болса жазып шығады. Бәрібірде, мысалы, өз жерде де, мына жерде де адамдар шешім қабылдап беру бермеуді шешті. Дата-центрде де солай. Оларда, мысалы, саған сатады ғой ертеңгі күн. Сен оны қандай құнмен сатып алып отырсың? Сен балаңның өмірімен сатып алып отырсың ғой. Ол нәрсе оңайлықпен келейін деп тұрған жоқ. Сондықтан, мысалы, олар айтуы мүмкін, дата-центрде туса, оны жаңа барлық бір жерде тұрған нәрсені алу оп-оңай ғой, андай. Централизация деп сөйлейді олар. Жай, жүйемен келіп, енді сәл жай болатын шығар.
жүйе жұмыс істеу. Бірақ анадан гөрі мысалы ананың құны, ананың құны демократичный, жаңағы анандай желі құру. Сонда біз осы Қазақстан қазір мысалы көбінесе сол цифровизация анау мынауға көңіл бөліп жатырық қой. Сонда біз жүйені анандай қылып құрамыз ба, әлі жаңағыдай қылып құрамыз ба деген шешімнің алдында тұрамыз да, ертеңгі күні жастардың алдында сол мәселе тұрады. Сол кезде мен жастарды шақырар едім. Сендер жаңа феминистік, таратылған, демократиялық деген желіні құрыңдар. Жаңағыдай желі жасаған кезде ақпаратты жаңағыдай әркімнің құралын, сонда сен әрбір адам анаған үлес қосады, жаңа желіге қосылады деген сөз ғой. Сосын ол желілер бір-бірімен параллель болуы мүмкін. Мысалы, бір адамдардың желісі, мысалы, ислам дініндегі адамдар дейік. Ислам дініндегі адамдардың желісіне, мысалы, мен кірмей-ақ қоятын едім. Өйткені енді ол кісілерді мен сыйлаймын, олардың өздерінің желісі болғанын қалаймын. Мен феминистердің өзім сияқты әйелдердің желісінде отыратын едім да. Ол жер маған ыңғайлырақ болатын еді. Сондықтан бірнеше желілер, бірнеше қауымдастыққа байланысты параллель өмір сүруі мүмкін. Сондай арасындағы конфликттерді өзіміз шешуіміз керек те. Енді өзде мысалы зорлап тұрып, жоқ сен жаңағы барлық желі бір желі болу керек, сол жерде отыру керек деген сөз негізі ол дұрыс емес. Параллель адамдар, мысалы көршің тұрып жатыр, оны өмір бақи білмей-ақ өмір сүре аласың ғой. Сол сияқты ол көршің мысалы ана желіде тұруы мүмкін, сен мына желіде тұруы мүмкін. Сенің өзіңнің араласатын адамың толып жатыр, сол сенің қажеттілігін шешіп жатыр, анау да шешіп жатыр. Кейде ол желілер бір-біріне апалы сіңілі болуы мүмкін. Мысалы, трансгендер адамдар желі құрса, мен сияқты әйелдердің желісімен мүмкін екеуміз апалы сіңілі кейбір жерінде қосылатын жерлеріміз болады. Түсініңіз ба? Сондай. Негізі архитектурасы солай деп ойлаймын. Солай болу керек. Сондай желілердің шешімі табылып қойған баяғыда. Тек қана оған жаңағы олигархтар әрине оған ақша бөлмейді. Негізі ақша деген нәрсенің өзі ше, неге ол адамдар жаңағы сол ақшаны шығаратын, ақшаны бізге беретін адамдар, оларға кім ондай құқықты беріп қойды? Неге олар ақшаны шығару керек? Ақшаны негізі желіде отырған адам бәріміз шығаруымыз керек. Ақша деген жаңа желіде пайда болу керек. Ол ақша деген әшейін құрал. Жаңағы байланыс құралын жасаған кезде ол жаңағыдай қызмет пен тауардың алмасына керек нәрсе, орталықтағы бір не дейтін еді, медиум ғой ол. Мысалы сен бір нәрсені алмасып жатқан кезде, сізде бар нәрсемен менде бар нәрсені алмасқан кезде ортасында бір технология болады. Сол технология деген нәрсе ол ақша. Біз оны аламыз да, бір ақша бір өзінше бір Құдайдың жаратқан жаңағыдай саған беру бермеуді жаңағы бір Құдай шешетін немесе президент шешетін сияқты қойғанбыз да. Негізі олай болмау керек қой, өйткені сен бала дүниеге келді ма, оның бүкіл қажеттілігін сен беруің керек оған. Сен ол екі ортаға ақшаны қойып қоясың да, кедергі, ол ақша саған құтты бір көмектесудің орнына кедергі болады. Ана бейшараның бүгін тамақ беруге ақша жоқ болғандықтан тамақ бермеймін деген сөз болмау керек. Ондай ол ақылға қонбайтын нәрсе. Ол балаға тамақ беру керек па? Күнделікті беру керек. Талға су құю керек па? Құю керек. Сол сияқты ондай нәрсені мысалы біз жоқ, ақша жоқ, сондықтан біз су құймаймыз қазір, мына талдың бәрін құра қойып қарап отырмаймыз деп айтпауымыз керек. Өзінің бар суын тоқтатпауымыз керек ол жерде. Мысалы біз аламыз да, тоқтатып қоямыз да, ақша жоқ, сондықтан біз ғой жасап отқан. Ақшаны да жасағанбыз, суды да тоқтатып қойғанбыз. Сөйтеміз, ешқандай жауапкершілік алмаймыз, өзінен өзі солай болған сияқты өтірік газлайтинг жасаймыз. Газлайтингке үйренесің, короче, патриархалдық қоғамда өмір сүрсең. Бәрі де сондай ғой, бір пропаганда, газлайтинг соның ішінде жүрген сияқтымыз біздер. Ақша деген түсінікті де жөндейміз, қарым-қатынас қалай құру, соның барлығын жаңағы материалдық қоғамда несін түсіндіріп беруіміз керек. Енді қазірде алғышарттары бар. Жаңағыдай бұрылып былай кетіп қалу деген сияқты, жаңағыдай патриархат өте жаңағыдай
шыңарыс шегіне жетіп жаңағы жерді жарып жүру деген сияқты олардың арманы сол ғой, жерді жарып жүру керек деген сияқты. Білмеймін не үшін жерді жарып жүрудің не қажеті бар екен. Қаншалықты не бар да ішінде адамның. Иә, оны жарғанда не пайда саған? Білмеймін, мен олай жасамас едім мен. Сосын айтамын да, жаңағы бүкіл ақшаны қалтаңа салып алғаннан да не пайда? Одан не Түсінбеймін, или билікті алдың ал, бүкіл ақпарат қолыңда тұр ал. Ол да не пайда, саған не береді? Білмеймін, бүкіл ұйқың қанып қала ма, білмеймін. Бақыт сезініп кетесің бе, жоқ қой ондай. Жоқ, сондай сол бір бақытсыздық сияқты, наоборот. Сол как раз сондай адамдар бір түрлі даже соның дәлелі сияқты, что қазіргі система дұрыс емес, олар даже әлемдегі мүмкін заттың бәрін ала береді, бірақ алған сайын олар үшін аз сияқты көрінеді, себебі олар дұрыс емес затты іздеп жатыр. Вот алып жатыр, бірақ саған бәрібір аз, потому что сенің ішінде бақытың жоқ. Бақытың сен там махаббатың жоқ, тыныштығың жоқ, басқа біреуді жақсы көрмейсің, ешкімге жақсылық жасамайсың. Шын түрде бір түрлі бір кішкене сен бақытты болсаң, саған оның бәрі керек болмас еді. Тап ондай көлемде триллион уже, да, қазір триллионер бар, миллиардер емес, триллионер бар. Ол кім, Илон Маск па? Илон Маск бүгінгі триллионер. И прикинь, сенде насколько сен ішіңде бақыт жоқ, что саған ол аз. Еще сен Марсқа барғың келіп тұрады деші. И сол жақсы дәлел сияқты, бір соған сен ұмтылған сайын сенің көңілің толмайды ешқашан. Жоқ, Фатиха, сіз негізі сіздің айтып жатқан нәрсеңіз өте не, енді бір білмеймін, енді қараңыз, триллионер деген нәрсені да, мысалы олардың бір несі қитұрқылығы да, триллионер деген нәрсені солар ойлап тапқан да, жетеді өзіне ат қойып алған. Соған бәріміз келсеміз да, иә, сен триллионерсің, сенде ақша көп деп оған сенеміз да. Оның ақшасы не ол? Ақшасы жаңағыдай бір жүйе бар, банк. Сол жерде жазылып тұрған әшейін сан. Бір блокнотты алам. Гүлзада, мен мысалы қазір бір ақшаның атын қояйық. Фатиха деген ат қойдым мен ақшама. Сонда менде 1 триллион Фатиха бар. Фатихада 2 триллион Фатиха, сізде 3 триллион Фатиха бар деймін да. Сонда ең бай кім? Ақтарғым ең бай деп өзіміздің блокнотында солай жазылып тұр. Сондықтан ол заң. Сол негізі олардың жасап отырған нәрсесі сол. Бірақ ол бәрімізге де соны сендіріп қойды. Бәріміз соған көнеміз, сол нәрсеге келсеміз. Қай кезде ол жүйе құлайды? Хотя бы бір адам біреу беткен кезде бір адам шығып, Фатиха жоқ, доллар дегеннің орнына Фатиха деген ақша бүгіннен бастап жүреді дегеннен бастап. Сол сияқты. Ол ақшаны біз қайттан жапырақтарды қайттан әкелейікші. Құттай кезде жапырақтармен төлейтін едік қой, балшықпен. Мынандай бір не бар ғой, бір шөптің бір мынандай ортасында дәнегі бар, бір домалақ. Сондай сияқты. Сонымен төлейтін болады. Ол ақша деген ол бір құрал. Сондықтан оның мағынасын біз қайтадан жаңағы феминистер қайттан анықтауымыз керек та. Ал жаңағына параллель жүйе құрамыз деген кезде соның ішінде өзінің ақшасы болады дегенді айтқым келіп тұр ғой мен. Неше түрлі ақша болады деп тұрсың. Неше түрлі ақша болады, параллель қолданылып жатады. Ол жердегі басты мақсат ақшаның жаңағы сервисті және товарды алмастыру, алмасу деген сөз болды ғой. Мысалы мен веган ретінде маған не керек? Фасоль керек, бұршақ керек. Бұршақты біреу егу керек. Жақсы өседі екен. Мен балконда егіп едім. Ойбай, бұршақ деген рахат екен ғой. Жаман тез өседі екен ғой. Тез өседі, тез несін береді. Сонда біз сатып десең бе? Жоқ, жаңағыдай сіз жер іздеп жатырмын деді, бұршақ ексеңіз, мен барам да, жаңағы сізден бұршақты алған кезімде мен бірдеңемен алмастыруым керек қой, сол кезде жаңағыдай
ипотека маған ақша жасап береді өтіріктен, жаңағыдай жазып берген, сонымен алмасам да соған келісеміз. Бүкіл жаңа желідегі иә адамдар договоренность қой бәрі негізі. Менің ақшамда менің фотом тұрады. Иә. Сондықтан біз жаңағы мысалы ақш енді өзінің империялық күшін жойып жатыр ғой қазір. Енді олар империя екенін түсінді. Қазір сөйтіп олар өзінің ақш деген ақштың ақшасы жаңағыдай енді бір Илон Маск егер мысалы түбіне қарасаң мигрант барғанда жаңағы жерден неден мемлекеттің адамдардың көп американдықтар өліп тіріліп жұмыс істегендегі ақшаны олар салық қылып төлеген, сол салықтан алғанда субсидия бере салған. Сөйтіп сол субсидиядан алып байып отқан адам. Нағыз алаяқ. Сол алаяқты біз қазір отырып бір ойбай бұл Илон Маск жаңағы айға ұшқысы келеді екен, күнге ұшқысы келеді екен деп әлдеқандай қыламыз. Ол адамның несін жаңағыдай қадірін көтеріп отырған ол патриархалды жүйе. Біз оны көріп тұрмыз. Сондықтан оған айтуымыз керек, қойшы сен сорлысың ғой, бір жүрген сорлысың ғой, одан мен сияқты болғаншы. Керемет, мне кажется, ойлар айтылды осы. Өмір қандай болу керек, матриархат қандай болу керек, қалай қоғамымызды өзгертуіміз керек деген. Сол үшін менің сұрайтыным, қалай ойлайсыздар? Мүмкін екеуіңізге де сұрақ, үшеумізде жауап беруімізге мүмкіндік бар. Қазір бүгінгі күнде біздер де әйелдер ретінде, феминистер ретінде, мүмкін адамдар ретінде не істеуіміз керек? Күнделікті қолымыздан келетін қандай шаруа бар, сол өмірді жақындату үшін? Веган болу. Иә, веган болу ол алғы шарт, ең бірінші шарт. Сосын сол вегандықтың өзі бір үлкен бір философия ғой, соған соны ойлану керек, соны көңіл қойып қарау керек. Бүгіндікке айтқан нәрсеміздің біраз нәрсесі сол вегандықтан келетін нәрсе. Веган болудың біраз нәрсені түсінесің өзің. Ол жерде мысалы вегетариан болу деген нәрсемен екеуінің айырмашылығын түсінесің. Сосын неге енді өз-өзіңнің жаңағыдай бір гармониялық өмір сүруіңе, жаңағы өміріңнің бір сапасына артып атқанына көзің жетеді. Біз енді не істеуімізге болады? Енді күнделікті не істеу керек? Күнделікті менің ойымша жаңағыдай жылдамдықты азайтуымыз керек. Шамалы баяулауымыз керек. Соны түсіне білуіміз керек. Жан-жағымызға қарап жаңағыдай енді мүмкін болса. Енді оның бәрі менің ойымша бір привилегия. Кейде бір жағдай болады. Кейбіреулер айтады, мынау дандайсыған Гүлзада әбден дандайсып кеткен, сондықтан жаңа отырып алып өйтеді, бүйтеді деп әңгіме айтады. Енді өзіңнің шамаң келгенше, солай шамаң шарқын келгенше солай істе. Сосын бірдеңе болмай қалды деп қатты күйінбеген жақсы деген да. Мен мысалы бір уақытта менде бір сондай бір нәрсе болды. Бір жерге асығып бара жатырмын да. Үлгермейтінімді түсіндім. Жаңағы автобусым кетіп қалды, күн суықпай бірдеңе болып тұрды да. Сосын енді ана жерге енді кемінде 1 сағат кешігетінімді түсіндім. Негізі кешіккенді өте жақсы көрмеймін. Уақытылы келгім келеді. Соған енді мысалы егер де мысалы алдында қатты күйініп бір ана адамдардан өзімді кінәлі сезініп күтіп тұрған адам сөйтетін. Сол кезде бір нәрсе болды да. Мысалы тура сол 1 сағатта мен ана жерге жеткенше бір музыка тыңдаймын дедім ба, әлде бірдеңе оқып үлгеремін дедім ба. Сол нәрсе мені бір тыныштандырды да. Бәрібір мысалы маған байланысты емес оны кешігіп отқаным. Бірақ сол 1 сағатты мен жаңағыдай өз-өзімді жемей қайта өзіме пайдалы қылып, сосын ана жерге барғанда кешіксем ешнәрсе қылмайды. Болмаса болмай-ақ қой. Менсіз-ақ өтті жаңағы нәрсе. Өтетін нәрсе менсіз-ақ өтеді екен. Ол аралықта мен жаңағыдай басқа нәрсе істей алады екенмін деген сияқты бір денемде бір тыныштық таптым да. Сол моменттен бастап менде бір ішкі сезімде бір өзгеріс болды. Сол сияқты мен қазір неше түрлі адамдарды қиналдыратын, ойландыратын нәрселер көп. Сол нәрсені енді сол нәрсеге шамалы өз-өзің денеңді тыңдап, денеңді түсініп, сол нәрсені
көп ойлану керек деп ойлаймын. Жаңағы біздің әріптестерге, қыздарға менің өзімнің айтатын ақылым сол. Өздеріңіз жей бермеңіздер, сіздер онсыз да қоғамға өте көп пайда келтіретін адамдарсыздар. Сіздердің жалпы құрылымдарыңыз, құрылыстарыңыз, қоғамдағы орындарыңыз өте бағалы. Соны сезініп, сосын жаңағыдай өздеріңізге қатты неғыла бермеңіздер, ауыртпалық сала бермеңіздер. Өздеріңіз түсініңіздер. Мен қазіргі феминистерге айтқым келетін сол. Иә, патриархалдық қоғамдағы жаңағы успех дегеннің артынан жүгіріп, денсаулығыңды құртып, жеке жүйеңді құртып, олардың идеалына болуына тырысқанша, сол жаңағы өзің денеңді тыңдап, күнделікті бір андай қуаныш алып келетін нәрселер бар ғой. Жаңағы сол уақытыңды өзіңе арнауың бар, қатты күйінбеуің бар, тревожностьтан кішкене азайтсаң, соның өзі қазіргі күнде жетістік болып тұрды. Сол әйелдер өзінің өмірінің құнды екенін, жалпы просто бар екенін, құнды екенін түсінсе, жалпы адамдар, сонда кішкене барлығы тынышталып, жақсырақ өмір сүруге болатын еді. Менің қосатыным, біздер осыны айтқан сияқтымыз да, негізі осы темаға тоже сөйледік, что бізге кішкене өзімізді өзіміз танып, жаңағыдай өзімізді өзіміз тыңдап, өзімізбен өзімізді жақсы бүйтіп өзімізде жақсы қарым-қатынаста, байланыста болуға тырысу керек деген шынымен де келсем. Менің қосатын болсам, наверное, тамақты өздерімізге дайындап жасау керек. Жаңағы сіз айтқандай, шынымен де бір жағынан ақшаңды да көмектеседі, жаңағы капиталистік системаға қатыспайсың, бірақ осы жақында осы темаға ойланып бастадым, просто бір әйгерімнің тиктогын көргеннен кейін, что біздер мүмкін өзімізге өздеріміз тамақ жасаудан бастап, бірақ басқа заттарды да өзіміз қолмен жасап үйренуіміз керек шығар. Мүмкін осы капиталистік система біздерге үйретеді, что бір темада бір эксперт болу керек деп айтады. Кейбір адамдар айтады, что мимен жұмыс жасайтын адамдар бар, қолмен жұмыс жасайтын адамдар бар деп бір бөліктер болады да. На самом деле біздер бәріміз бәрін жасап үйренуіміз керек. Солай үйренсек, мүмкін біздер осылай капиталистік, потребительский осы көзқарастан кішкене арылатын шығармыз, өзімізге өздеріміз көмектесіп үйрене алатын шығармыз. Кішкентай қоғамның ішінде жаңағы продукция жасап, бұршақтарды өсіріп деген сияқты өзіміздің жолымызбен жүріп үйрене алатын шығармыз деген ой бар. Әрине олда да бір привилегия, бәрімізде де уақыт жоқ бәрін жасауға, бірақ сол уақытқа, наверное. Мен біраз радикал нәрсе айтқан жоқпын, жаңағыдай бәрін жұмыстарды тастап шығыңдар. Негізі солай деп айтқым келеді. Мен де айтқан, үндемей отырып, удостоверениелеріңді лақтырыңдар деп айтқан жоқпын. Бұл тең тіршілік подкасты болды. Бәріңізге қарағандарыңызға үлкен біздердің тағы айтып өткіміз келетіні, бізді қолдайтындар адамдар көп. Біздер бірінші сезондарды жасау үшін үлкен компания жасадық. Поддержканың ең жақсы түрі Patreonға жазылу. Сол себептен Patreonға жазылыңыздар. Және басқа да істейтін заттарыңыз бар. Мысалы, бұны YouTube'дан қарау, лүпілдетіп тұру, лайк басып тұру, таныстарыңызға, туыстарыңызға жіберіп тұру, және комментарийді қалдырып, бізбен өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісу. Рахмет.